Ескендір поэмасы. Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды-солды. Сұмдық пен әскер жиып қаруланды. Жақын жерге жау алып тұра аттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды. Ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын елдің бәрін шапты. Дарияның суындай қандар ақты. Шапқан жердің бәрінде бодан қылып, үкіметпен қолына тартып апты. Ескендір елді алмаған хан қоймады. Алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қанішер қаһарлы хан ашуы көп. Атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті. Жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер етіп, жарақаттанып, есіткен елдеріне жұрып кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның. Бәрінде алды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алтыннан тоқтауы жоқ. Жер жүзін жеке билеп алмақшының.